тұрмысқа шығу үшін жігіттің несіне қараған дұрыс? Ақшасына ма, әлде мінезіне ме? Ақшасына қарау керек. Екеуіне қарау керек. Но бірінші ақшасына қараңыздар. Мінезін көрсетпейді ғой саған. Мінезін бәрі бүйтіп тұрады ғой. Джентльмен болып. Сен де күшті болып тұрсың ба бүйтіп. Сен де ойлағанбыз біз күшті бүйтіп. Айжан деген бүйтіп, нанды бүйтіп ойбай, күшті мінезі бар деп ойлағанбыз. Сөйтсек мінезің ит мінез екен ғой, кейін білдік қой. Кейін бүйтіп тамақтыға беретін болдық қой. Сен де туалетке бармай отыра бердің ғой. Мені күшті деп ойласын деп. Ұялам деп. Біз ойладық қой сен ұялатын қыз екен деп. Сөйтсек, ондай емес екенсің. Түнде қорылдайды екенсің ұйықтағанда, білмейді екенбіз. Солай. Алдам қалдық қой бізде. Сен де отырдың күшті болып. Принцессесі бүйтіп қойыңызшы деп. Сөйтсек, на бүйте береді десек, аузынан иіс шығады екен ғой. Тісін жумаған екен, қайдан білейік оны. Сөйтіп алдам қалдық. 3-4 рекағатта фатиханы оқымаса не болады? Ештеңе болмайды. Макрух болып әдепсіздік болады, әдейілеп оқымасаң, ерегісіп оқымасаң. Себеп болса ештеңе етпейді. Өйткені 3-4 рекағатта фатиханы оқу мұстахаб, міндет емес. Осылайларды естіп аласыңдар да, бір ұстаздардан мен өзінше сынап көрейік, білем екен, білмеймін екен, сауатты ма, сауатсыз ба деп. Айналайын, ана ұстазың айтқан нәрсе сол үшін соныкі дұрыс, менікін маған, менікін оған шаптамаңыздар. Менікін ол түсінбейді, менікін оныкін мен түсінбеймін. Сондықтан әркімнің өзінің бір түсінікті сол. Сейітжан. Қыздарым балиғат жасқа келгенде орамал кию керек пе дейді. Алла тағаланың әмірі, басы жабық болу керек. Аға, сіздің YouTube каналыңыз бар ма? YouTube каналым бар, бірақ соны үлгеремей жатырмын. Бір инстаграмым бар, адамдарым бар, қызметім бар, радиода бағдарламаларым бар, телевидениеда бағдарламаларым бар, жастармен кездесуім бар, ертең 2-3 жерде кездесуім бар, халықпен, әскерилермен кездесеміз. Сондықтан үлгеремей жатырмын. Барлығына, оған мысалы сіздердің жеке жазған хаттарыңыз бар, оларға шамам келгенше жауап беремін, бірақ көп жауап бере алмаймын, бірақ жауап беруім керек өте көп. Егер біреудің сіздің жазған жеке хатыңызды біреу оқи алмайды ғой. Сондықтан өзім жауап беремін бәріне. Одан кейін біреуге смм біреуге беріп қойған болмайды. Специфический мәселе бұл жерде. Сондықтан YouTube каналды жүргізуге сәл уақытым жетен келмей жатыр. Әкем ауырып тұра алмай қалып еді дейді. Қандай дұға оқысам болады? Алла шипа берсін. Білген дұғаңызды оқыңыз. Фатиха сүресін оқи берсеңіз, Фатихадан үлкен сүре жоқ. Балама дін Мұхаммед деп ат қойдық, ауыр есім емес пе дейді. Жоқ, балаңыз Ахметұлы Қонаев атамыздай болсын. Балаңыз Димаш Мұхаммед қой сол, құдай берген. Сондай әлемге атын шығарған азамат болсын. Енді Мұхаммедтен артық қандай ат керек енді? Керемет ат қойыпсыз. Сол атамыздай болсын, адал болсын, ажарлы азамат болсын, тамаша азамат қойғансыз. Енді оның аты рөл ойнамайды, егер тәрбиесі болмаса. Сондықтан енді қойып қойдыңыз, енді ойымдап отырмаңыз, қайта ауыстырып, қайта өзгертудің қажеті жоқ. Енді қазір ең керегі нәрсе балаңыздың тәрбиесі. Тәрбие маңызды. Жәмеші туылған балаға ат қояма дейді. Ат қояды, ниеттеп қояды, сол баланың аты бәлендеп қойса бола береді, ештеңе етпейді. Келіншегім анамды сыйламайды, не істерімді білмей қалдым, ақыл кеңес беріңізші дейді. Әйеліңді құрметте, әйеліңді сыйла, ерегіспесен, әйелімен ерегіскен адам ұтылады бәрібір. Әйелің жынды емес, өзің таңдап алғансың. Біз саған соны алма дегенде ерегісіп алдың, қатырмаған. Разборка жасама, ортасына рефери болмай қой. Неге сен сөйтіп айтасың, екеуін былай очный ставка жасаудың керегі жоқ. Сен следователь емессің, оған керек емес. Сен бүйтіп айттың ба, сен неге сөйтіп айтасың деп, оны шақырып, мынаны отырғызып, бір-біріне отырғызып, сен міне бұландай, сен мынандай, сен не деп айттың, осы артық нәрсе. Керек емес.
даже по факту мамаң виноват болса да, әйелің алдына оны жығып берме, әйелің виноват болса, мамаң алдына аяғына жығып берме. Екеуіне жығып берме. Сен екеуіне де жақсылық жасай бер болды. Сөйт. Таң намаздан 10 минут қалғанда тахаджуд оқысам бола ма? Жоқ. Қызым орамал кигісі келмейді, не істеймін? Балиғат жасап толды дейді. Зорлай алмайсыз. Зорлай алмайсыз. Орамал тақтыру үшін сіз бірінші орамалға сай өмір, үйде орамалға сай өмір болу керек оған. Түстен кейін келіп алып тұрып орамал тақтырам дегенін тағамайсың сен. Орамалды осознанно тақтым дегендердің өзі шешіп салып жатыр ғой, лақтырып тұрып. Ләмкімен отыр көріп жатырмыз. Сондықтан оның қажеті жоқ. Қазір ерегістірудің сен күтесің. Алла жүрегіне берсін, жақсы тәлім тәрбиеңізді көбейтіңіз. Қызға мейірім керек қазір. Содан Құдай жүрегіне салсын деген сол. Бала шошынғаннан кейін тотығып сөйлей бастады. Не істесе болады? Логопедке апарасыз, дәрігерлерге апарыңыз. Ана курс оқыған логопедтерге емес. Жүктілікті жоспарлаған дұрыс па дейді. Дұрыс. Балан, бұна үйге емес, бірақ үйге балайық, қарызды жабайық дегендей үшін емес. Әйелдің денсаулығы үшін. Мысалы, сен баланы босандың, босанғаннан кейін бала шариғат бойынша, Құранның аяты бойынша 2 жыл ему керек, полный. Бала 2 жаста омыраудан шығады. Сол шыққаны кезде көтеріп, содан кейін туасын. Сонда 3 жылға 1 рет бала босансаң, өте жақсы болады. Бірақ бұл кімге қатысты? Бұл 20 жасында күйеуге шыққан, 20-ның ар жақ бер жағында күйеуге шыққандарға қатысты. То есть бұнда ары қарай біраз бала болу көрудің үміті көбірек. Енді сен өзің 37-ге келіп шықсаң, сен тағы 3 жыл күтсең өзі де болады. Сондықтан айналайын, саған бұл үкім жүрмейді. Аға, Алматыда кездесу ұйымдастыру жоспарыңызда бар ма? Рахмет. Иә, Республика сарайында бізде 1-2 форум бар. Мен сол жерде сөз сөйлеймін бұйырса. Біреуі New Vision'де, қазір келіссөзде жүріп жатыр, бұйырса болу керек. Адамның ажалы, тағы басқа тағдырына пешенесіне жазылған дейді. Осыны қаншалықты дұрыс? Сенің не істейтінің жазылған. Итог. Түсіндің ба? Мысалы, мына ручканы көзіме тығып алайын ба, тығып алмайын ба? Мен тығып алсам да өзім білем, тықпасам да өзім білем. Дұрыс. Бірақ мен не істейтінімді Алла уже заранее жазып қояды. То есть ол Алла Тағала білуші ғой. Сонда сен алдық қойдың, тықпай қойдың десең, сен ойлап қалма, алдық қоямын. Сенің не істейтініңді, итог, қорытынды не боларын Алла заранее біліп, соны жазып қояды. Енді осы жерде сенің маңдайыңа алкаш деп жазып қойса, сен алкаш боласың деген сөз емес. Сен өзің неқті, сен Алла Тағала айта аласың ғой, Алла, я причем мен намаз оқи алмаймын, менің мына пешенем, шекем сәждені көрмейді, өйткені сен жазғасың, алкаш деп жазып қойса, мен қалай оқимын деп айта алмайсың. Неге? Өйткені Алла Тағала саған не берді? Еркіндік берді, свобода, сен өзің білесің. Бұл жерде солай түсінесің алтыным. Жұмыс жүрмей қалды, қызық құрықта қалып қойғандаймын, қарызға батып кеттім, не істесем болады? Бұда да қайыр бар. Сен қазір мал соясың, құдайы бересің. Егер бай болып, күртой болып кетсең, мал соймайсың сен. Сен мен тыңдамайтын едің, ол кезде осын жазбайтын едің, мешітке келмейтін едің. Әр нәрседе қайыр бар. Өткенде бір айтады, түрмеге барып намаз оқып кеттім деп. Қамалып қалған ғой, 1 жарым жыл ма, 2 жылға ма? Сен түрмеге барып намаз оқып кеттің. Сен қандай пайда таптың? Пайда таптым депті. Қандай десе, намазға жығылдым деген екен. Сонда түрмеге түспегенде намаз оқымайды деген сен вообще. Алла Тағала әр нәрседе қайыр бар. Ақшаң жүрмей қалды ма жұмысың? Значит, Алла Тағала бір жерін түзетсін деп жатыр. Мысалы, сенің балаң қолына телефон бересің. Балаң саған қарамайды, жүр телефонда бүйтіп отыра береді. Енді тамақ іш дейсің, ішпейді. Енді тамақ ішкізу үшін не істейсің? Әкел бер телефон дейсің, жұлып аласың. Сен баланы жек көресің ба? Жоқ, жек көрмейсің. Тамақ ішсін деп жатырсың. Сол сияқты Алла Тағала енді сені жалынсын деп жатыр. Қолың жалынсын, кішкене жұмыс істесін, еңбектенсін. Ары қарай маңдай тер төксін, тағы да бір жақсылық қылсын. Сен жасап жүрмін деп жатсың ғой. Істеп жүрмін мен. Вообще жүрмей жатыр. Значит, тағы да біреуге қиянат жасағасың. Сондай бір нәрсең бар. Соны түзетіп, тәуба етіп, өміріңді түзетіп, жақсылыққа бет бұрып, қысқа ғана өмірді реттеу үшін Алла осындай кішкене сынақ береді, ештеңе етпейді.
Әлі жағдайың жаман емес. Сен қазір жағдайыңа жалып жасап отырсың ғой. Жағдайың жаман болса, Инстаграм көруге шамаң жетпейді. Сен Инстаграм көріп тұрсың, жағдайың жаман емес сенің. Осыған шүкір де. Логопедке барып жүрміз, супер. Тағы да өз тарапымнан не істеуге болады? Басын ұстап 7 рет фатиха оқыдым, сол дем салу деп санала ма? Саналады. Саналады. Содан кейін ана логопедтен сұрап алайық, білетін логопед болса, бір логопедке байланып қалма. Екеу-үшеуіне де бар. Ана тілін жұмыс ететін бар. У деп сол әріптерді айтқызасың. Содан кейін тілін қайырып үйретесің. Содан кейін бір нелер шығарып үйретесің. Деп сол сияқтылар өзінің нелері, техникалары. Соны егер ана қызғанып айтпаса, ақша көбірек берсең, логопед үйретіп қояды. Мынаны айт, мынаны айт. Соны айтқыздырасың. Массаж болады. Неке қиын рәсімін өткізесіз бе дейді. О, мастермін. Жабыстырып тастаймын екеуіңді бір-біріңе. Аяғым ісіп кетіп, ақша таппақ түгілі су ішуге шама жоқ дейді. Әне. Көрдің ме? Алла шипа берсін. Әне. Аяғы жүріп жүргендер кішкене тоба қылыңыздар. Әдейлеп Құдай жазғызып жатыр, жаз деп. Басқаларға сабақ болсын. Қара су ішу арман адамға. А сен қара су ішіп жатсың, күнде 2 ай жеуші, бүгін 2 ай жемей қалдым деп қиналып жатсың. Қара су ішу арман. Жаңа сіздердің алдарыңызда видеомен реанимациямен сөйлестім. Мамасын танушы едім, танығанда еске келеді сол. Сол кісі реанимацияға түсіп, реанимацияда жатыр. Сол реанимацияда бір көрейінші деп, бүйтіп реанимациямен видеомен сөйлестім. Шүкір дейтін бе жағдай? Шүкір дейтін жағдай. Тоба қылыңыздар. Балам переходной жаста. Қайда кетті? Оқып үлгеремадым. Тағы жазыңыз. Ұстаз жақсы күйеу жолығу үшін қандай дұға оқимыз дейді. Ей десеш. Бізге саған жақсы күйеу керек десеш бірінші. Күйеу. Уже қазір сен жақсысын сұрап жатсың. Бұрын бай сұрағасың. Кішкене жасың келіп жатыр ау деймін. Қазір уже жақсы пайда өтеді бір жақсы болса да. Тағы да біраз уақыт просто күйеу сұрайтын боласың. Кейінге уақыт өтеді ғой, тағы да табылмаса. Бай керек дейсің. Лишь бы бай болса болды дейсің. Қарама. Күйеуге шыққың келе ме? Қарама. Шыға бер. Құдай берсін. Фатиха сүресін оқи бер жаным. Жақсы. Бағың ашылсын айналайын. Өзің жақсы қылып аласың кейін. Ұрып, шымшып, келтіріп, равнет етіп, шымшып, түзетіп аласың. Жақсы күйеулердің бәрі ұрып қалған. Жоқ, бәрі үйреніп алған, одан қалған. Қазір енді такойлар қалса, такой нөз пайда еді. Сол такойлар да қарамай отыр ғой енді. Қараса сен арбия берме. Айтайын дегенім. Арбия, келе жоқ, бәрі. Қарын шыққан, міне қосылып кеткен, құлағы кішкене қалдырды, бәрі не аласың. Кейін реттеп аласың. Сәпсем семіз болса, бәрі Өйткені сәпсем кейін пептид салып арықтатып аласың. Арықтағанға дуа барбы дейді. Пептид бар, пептид. Пептид саласын жақсы боласың. Современный. Монжара деген бар. Монжарада противопоказания көп, Азимпик екеуінде. Күйеуім тату дейді. Бір баламыз бар, 1 жас 3 ай дейді. Аха дей бер. Жоқ, тумайым, мен өлі дейсің ба, бір жерім жыртылып туатын мен деп, сен де спорт етпе. Аха деп қой, болды. Бойдақпын, жүргенге рұқсат па, бойда қыз не нәрсеге жауапты болады дейді. Бойда қыз болып жүре берсең, еланың қызы,
Sen айтады елдің бәрі, ерланның қызы жүргіш деп айтады. Жүрген қызды жүргіш дейді. Сөйлейтін қызды сөйлегіш дейді. Билейтін қызды билегіш дейді. Енді сен жүргізетін болсаң, жүргіш қыз болады. А жүргіш қызды алатындармен сұрайшы қазір. Мен жүргішпін, нормально жүріп қоямын деші.